Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын әрі дастарханыңыздың сәнін ашатын фунчоза салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай, каналымда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше салатымызды бастайық. Ең алдымен соломка пішінде турап алған еттерімізді осылай қызып тұрған майымызда жақсылап қуырып алатын боламыз. Еттеріміз қуырылып бола бастағаннан соң дәміне қарай тұзымызды сеуіп және де суымызды құйып баяу отта 35-40 минут шамасында бұқтырылған күйде пісіретін боламыз. Дәл осы сәтте суымызды қайнатып қоямыз және де кеспеміздің үстінен ыстық суымызды құйып 7-8 минутқа бұқтырып қоямыз. Содан соң алдын ала тазартып жуып алған көкөністерімізді видеодағыдай турап кесіп шығатын боламыз. Ең алдымен сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Содан соң түрлі түсті болгар бұрыштарын да соломка пішінде турап шығамыз. Қиярларымызды да дәл осылай соломка етіп турап аламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Сарымсақтарымызды да ұсақтап турап аламыз. Содан соң дәміне қарай дәмдеуіштерімізді қосамыз. Қызыл бұрышымызды, фунчозаға арналған дәмдеуішімізді, китайский солімізді және де кориандарымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, көкөністерімізді шетке қалдырамыз да. Дәл осы сәтте біздің кеспеміз дайын болып қалды. Оны міндетті түрде салқын сумен жуып алуды ұмытпаймыз. Сол кезде біздің кеспелеріміз дара-дара болып шығатын болады, бір-біріне жабыспай. Енді көкөністерімізді кеспеміздің үстінен салып, қуырылған етімізді де саламыз. Және де бір ас қасық уксусымызды, 2-3 қасық соя соусын және де дәміне қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды тәрелкемізге салып, ыстық күйінде немесе салқын күйінде дастарханымызға ұсына берсек болады. Достар, мінекей салатымыздың көрінісі осылай. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Ариана. Арнамда жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, қолдау білдіріп және де қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.